Сәлем достар, мен бүгін сіздерге балықтың кафедегідей өте дәмді болып пісіру жолын көрсететін боламын. Сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Балық тазалау үшін балықтың үстіне қайнаған ыстық суды құямыз. Сонда ешбір күш жұмсаусыз балықтың теңгесі өзі-ақ сыпырылып түсіп қалатын болады. Балықты тазалап жуып аламыз. Содан соң 150 граммдай майонезге 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне 3 ас қасық ұн салып, және бұрыш, тұз дәміне қарай салып, жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне 150 мл су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң осы қоспамызға балықты малып, қызып тұрған майға салып, пісіріп аламыз. Балығымыз өте дәмді болды. Кафедегідей сіздер де жасап көріңіз.